Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді өте дәмді капустадан осындай тағам әзірледік. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен капустамызды осылай орташа ірілеу етіп турап аламыз. Немесе ұсақтап турасаңыздар да ештеңе етпейді, өйткені біз капустаны қайнатып аламыз. Жақсылап турап алдық. Барлығын мен көз мөлшермен алдым. Қайнататын ыдысымызға капустамызды салып, біз күнделікті тіршілігімізде капуста деп айтып үйреніп кеттік, яғни қазақшасы орам жапырақ, қыздар, білесіздер бәріңіз. Және мынандай қатты жағын турамай-ақ қойсаңыздар болады. Үстіне салқын су құйдық батқанша, және газға қойып, қақпағын жауып, капустамызды 20 минуттай қайнатамыз. Тұз ештеңке салмаймыз, яғни жұмсарғанша қайнатасыздар. Бір қайнағаннан кейін астын басып, орташа отта қайнатып аламыз. Капустамыз пісті, жұмсарып, суын сорғытып алдық. Енді суығанша біз пиязды турап, қуырып аламыз. Бір пияз қолданамыз. Пиязды да ұсақтап турап аламыз. Табамызға кішкене ғана сұйық май құйып, қыздырып, пиязды сарғайғанша қуырып аласыздар. Пияз дайын болды. Капустамыз да суып тұр. Енді пиязды қосамыз. Құрамы қарапайым, былайша айтқанда ПП рецепт деп айтсам болады. Қыздар, өте пайдалы, денсаулыққа жеңіл, сондай дәмі керемет болады, дайындап көріңіздер. 2 жұмыртқамызды қостық. Пиязымызды салдық, қара бұрыш және тұз септік. Тұз 1 шай қасық қостым, кішкене қара бұрыш қосасыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Мен сарымсақты ұмытып бара жатыр екенмін. Осындай бір кішкене сарымсақ алдық. Үккіштен, яғни теркадан өткізіп алдым. Енді ұнымызды қосамыз. Он мына жерде 4-5 ас қасық алдым. Жақсылап араластырамыз. Арасында ұн құрғақ болып қалып қалмас үшін, барлық бөлігіне ұн тию үшін жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, подписация кнопкасын бассаңыздар, қасында колокольчик, яғни қоңырауша шығады. Сол қоңыраушада все таңдауын таңдасаңыз, яғни сізге мен жаңа видео салған сайын сообщение келіп тұрады. Жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақсылап араластырып алдық. Табамызға кәдімгідей сұйық май құйып алдық. Осылай үлкен қасықтың көмегімен 1 қасық толтырып сала отырып, осындай котлет десек болады, яғни котлеттерімізді осылай салып шығамыз. Өте жылдам піседі. Асты қызара бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Өте дәмді болады, қыздар. Капустадан дайындалғаны тіптен білінбей қалады. Мен жолдасыма берген кезде тауықтан жасалған ба деп қалды. Дәмі керемет, сондай асқазанға да жеңіл тағам. Міндетті түрде жасап беріңіздер отбасыларыңызға. Пісіп дайын болды. Енді салфеткамызды төсеп алдық, артық майын сіңіріп алсын деп. Қатты майлы да болмайды. Тек қана біз сыртын ғана қуырдық. Өте дәмді рецепт, әрі жеңіл дайындалады, қыздар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте жеңіл дайындалады. Барлығын пісіріп алдық. Енді өздеріңіз қалауыңызша кетчуппен, қаймақ немесе майонезбен ұсынсаңыздар болады. Сондай арасы нәзік, жұмсақ, оңай бөлінеді осылай. Өзіме қатты ұнайды, жақсы көремін капустаны. Осылай жасап көріңіздер. Вкусно. Ал сіздерге қазір қара балам дәмін айтып береді. Қандай екен, Лёни? Дәмді, сухой. Ішінде тауық сақсыда
Тауықтың етінен жасалған сияқты, иә? Сухой емес, арасы өте сондай дәмді, керемет болған. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, қыздар. Жасап көріңіздер. 10 из 10. Маған 10 балл қойып отыр Әділет. Қолыңа қаймақ жағылды. Мамамның ютубына колокол, подписка, лайк и көп көріңіз. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамы қарапайым, жеңіл, неше түрлі рецепті жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, тіркеліп. Сау болыңыздар. Лайк салыңыз.